есіңізге сондай ықсанларды алып кірген уақытында сезімдер қандай болады, сезімдер? Нелерді кешеді ойыңыздан? Мен ойымдан көп сәттер өтеді. Не қанда мен өзімді біртүрлі болып сезінемін да. Беріп жатқан адамдарға да рахмет, бірақ кеуілім біртүрлі болады. Бәрібір де. Кеуілім ярым болады да, бәрібір еш неге не жетісе алмаймын. Төрт қызды әзір. Шүкір өсіріп жатқан, әйтеуір өзімнің қолымнан келгенше әрекет істеп, жұмыс істеп, әйтеуір сөйтіп бағып жатқан да. Адал ниетіммен сөйтіп бағып жатырмын да, бірақ мынандай осындай жәрдем беріп не келген ақта өзімді бірақ біртүрлі болып сезінемін да. Мен күткен жауап болды. Кемлік бәрібір ұлар болды. Бұл нәрсе ауыр тиеді. Ауыр тиеді себебі. Ауыр тиеді, қызларыма да ауыр тиеді. Қызларыма кей уақытта өкініп не қылады, сөйтіп не қылады. Енді әзір бұл сұрап беруден мақсат ашпа мынандай да, ұялмастан ашық сұрайтынлар да бар. Әзір тым кейінгі уақытта телефонларымызда ашық айтайын, беймәлел түн екен, бұл жұмыс уақытта ауысылды екен деген сұрауларды өзіне қоймастан беймәлел звонок ететін дәрежеге дейін келді адамдар. Хақиқаты керек, зат ала алмаса үстімізден жазатын дәрежеге дейін жетіп келді адамдар. Сол үшін осындай видеоларды алып өрнек етіп, мәселен үйіңізде әзір өткен сапар бір көріп кеткенімізде көне ахуалда еді, әзір қауендерлер тараптан шифрланып қалыпты, Алла разы болсын. Мәселе сұрамадыңыз, оны білдік, міне социал қызметкерді қасымызда білдік. Нөкістен өзі қауендерлер келіп, өзі есіңіз алдына келіп шифрлап беріп кеткен, айналар санап отырып дүние. Бұл сұрамағаныңыздан өзі кеп адыпты Алладан, яғни. Мен өзім былайынша деп неғып сұрамаймын да, өзі осындай әкеп берген ақта, бірақ жаңағыдай кеуілімнің ярым екенін біліп, қорлығым келіп, жаңағыдай мен неге о дәрежеде ондай болдым деп өзім не қыламын. Жоқ, ол ондай қылмаймын. Себебі алдыңызға сұрамаста да алдыңызға келген нәрсе ол Алла Тағала тараптан сізге жіберіп жатқан сіздің несібеңіз. Ағамыздың қайтыс болып қалғанына қанша уақыт болды? 3 жыл болды. 3 жыл болды. Орны сезілерлі дәрежеде білінеді. Орны сезіледі, сезілмейді емес. Маған еш ауыр гәпі жоқ еді. 17 жыл жасадым, 17 жыл жасағанда я бір сөгісін еспедім, я бақырсын еспедім, я таяғын жемедім да. Аз бұлайынша қарап отырсаң, жаңа айтып отырсыз ғой. Бір-бірін түсініп, сөйтіп жасаса бұндай затлар болмайды да. Менің қолымда сондай имканиятым болғанда мен өйтіп жүрмес едім, мынандай болып та жасар едім мен. Алла разы болсын. Біз күткен жауап болды. Әзірде қызларыңыз ең үлкені студент, я? Адаспасам студент. Нешінші курс еді? Бірінші курс биыл. Биыл бірінші курс. Одан кейінгілер бәрі мектепте елі. Мектепте, екеуі мектепте, біреу бақшада. Қолымыздан келгенше жәрдем қол созуға харекет істейміз. Бізде халықтың аманатларын қабыл етіп аласыз. Рахмет, берекет тапсын. Сондай халықта бізге сол үшін сенеді, сол үшін ықсан қылады. Хақтар жерге апарып берің, ләжі болғанша сондай қиналған шаңырақларға берін. Осындай шаңырақларға бергенімізді көрсетсек, халық елі де көбірек ықсан қылады, елі де көбірек бізге сенім артады. Сол үшін видеода аватқанымызды туырдыман деп түсінесіз. Сау боласыз, саламат боласыз, ба? Болады, жақсы. Рахмет сізге. Алла разы болсын сіздерден.